Видеороликтің басында сендерге айтқым келіп отқаны маған өте керемет сәлемдесіп тауып береді видеороликтің басында. Соған тегін пиар без очереди болады. Так что кеттік видеоға, комментарий жазуды ұмытпа. Барлықтарыңызға скіра достар, сендермен мен Краснопольск Фленди. Бүгінгі видеороликте мен балалардан 50 теңгеден бір превью, және 100 теңгеден превью, және 200 теңгеден бір превью сатып алған болатынмын. Мен оларға оценка бердім. Короче, видеоролик өте топовый болды. Нәтижесін тезірек көргің келсе, то лайк бас, комментарий жаз. Ал біз достар бастайық. Достар, мінекей біздің ең алғашқы превьюіміз. Мұнда тексті мықты ресурс бақ деп тұр. Және өте сразу көзге түсетін зат бұл просто позан дұрыс тұрмауы. Текст еще мұнда не очень вот тень астында тұр, непонятный зачем. Және облака, Майнкрафт тексті стрелкасының бәрі мұнда не үшін тұрған білмеймін достар. Ең бірінші минус ол көз, вот. Көз и тело. Менің скинім просто ашықтау. А бұл балға алғанда контрастностьті қосып жүрген, бірақ насыщенность қоспаған. Поэтому бұл немножко темнылау көрініп тұр. Скин өзінің кішкене жарқыратығы жоғалтып алған. Және текст өте просто говно текст. Пикселаптан бұдан да жақсы текст деуге болады. Достар, бұдан да жақсы текст деуге болады. Және орналасқан жері бұл пацанның, бұл просто говно. Достар, хотя бы анда бэдварстың несін қойғанда нормально болатын еді. Және достар, мұнда непонятный стрелка. Ол не үшін скинға стрелка көрсетіп тұр. Либо бір қылышты қоқ қойып, соған стрелка қоққаса вот нормально болады. Кішкене разнообразие болатын еді. Видите, достар? Және ең жаманы маған, просто ең жаман жотқа тигені ол облака. Даже облаканың өзін дұрыс демеген, дұрыс рендерит етпеген. Достар, сорян, сразу айтам. Может быть, бұл пацанның ПК-сы слабый, либо ол осылай превью істеп білмейді. Ну, короче, достар, 50 теңге болатын превью, вот просто, 50 теңге лучше поза сатып алып, пикселапқа кіріп, пресачпе превью жасап, істеген адық сияқты, но да ладно, достар, екінші превьюімізға кеттік готе. Алдарыңызда 100 теңгеден превью. Бұл жерде уже видно, что позаға нормально, контрастность қоспаған, көзі тоже самое, черный қос қойған, бірақ мені көзімнің түсі жасыл, қашан түсінесінде жасыл. И, достар, мұнда еще один минус, опять же, текст. Текст просто говно, просто пикселапта лучше жасауға болатын еді. Және, достар, артқы фон тоже самое, просто говно, достар, просто бұл скриншот, просто, понимаешь, бұл выживание ма бір картаның бір скриншотын алған и просто тупо қоя салған. Ну, енді айтатын минустар жоқ, бірақ біреу бар, бұл разумейте, достар, разумейте қосыту мұнда ешқандай қажеті жоқ, бірақ егер сондай бір темаға жақын болса, то қосуға болады, бірақ бұл айт тілді разумейте вообще керек жоқ деген, короче, сілерге ақыл айтайын. Вот, достар, ал енді өзіміздің үшінші заключательный превьюімізға кеттік. Сразу көзге түсетін зат бұл өте топовый текст. Және бұнда минус Майнкрафт мен стрелка зачок не үшін керек екенін түсінбеді, бірақ стрелка жаңағы екінші тұрған скинге қоққа болатын еді, типа бұл One Wolf'тың пацаны деген сияқты. Артында тұрған размеде тоже не очень. Артында тұрған, в общем-то, картада, локацияда просто бұлып тұр, достар. Но по нацелнам, достар, мұнда өте топовый, яркость бар, контрастность бар, бәрі қосылған өте топовый, айт стилді жасалған өте топовый превью, достар. Вот, общем-да, басқа минустарымда көп тұрған жоқпын. Және сразу айтайын, көзі жасыл, бұл жол достар жасыл көзі. Вот, достар, егер сендерге видеоролик ұнаса, лайк басына, комментарий жазыңдар. Егер екінші часті көргілеріңіз келсе, то давайте осы видеороликтің астынан 100 тен көп лайк жинайық, либо 100 лайк, и мен сіздерге екінші частін түсіретін боламын. Ал достар, сендермен болған Фленди Скра. Просто пока-пока.